Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Орео пирогын бірге әзірлейік. Ол үшін бізге бөлме температурасында тұрған 375 грамм сары майдың үстіне 220 грамм қант ұнтағын қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Массамыз біркелкі болып шыққаннан кейін үстіне 2 дана жұмыртқамызды қосып, тағы да миксерлеп аламыз. Жұмыртқамыз әбден араласқаннан кейін үстіне 75 грамм жүгері крахмалы, 1,5 шай қасық қопсытқыш, 45 грамм какао, 450-470 граммдай ұнымызды біртіндеп қоса отырып, жұмсақ үгілмелі, яғни песочный қамыр илейміз. Қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Бірінші бөлігі екіншіге қарағанда көбірек болуы керек. Енді салмамызға кірісейік. Ол үшін бізге 750 грамм сүзбемізді блендердің көмегімен езіп аламыз. Оның үстіне 180 грамм қант ұнтағын, 150 грамм қаймағымызды, 4 дана жұмыртқамызды қосып, жақсылап блендермен біркелкі масса жасаймыз. Енді дайын болған массамыздың үстіне 12-15 данадай Орео печеньемізді қолдың көмегімен немесе оқтаудың көмегімен осылай езіп алып, массамызға салып араластырамыз. Үгілмелі қамырымыздың үлкен бөлігін осылай қолдың көмегімен біркелкі етіп жайып шығамыз. Бұл жерде формамыздың көлемі 40-35 сантиметр. Енді салмамызды құйып, екінші алып қалған бөлігімен өз қиялдарыңызға ерік беріп, әртүрлі пішіндермен осылай безендіріп шығасыздар. Қамырымыз үгілмелі болғандықтан мен осылай пышақтың көмегімен алып, салмамыздың үстіне салып шықтым. Енді 180 градуста қызып тұрған пешімізде 40-45 минут пісіріп аламыз. Орео пирогы пісіп шыққаннан кейін міндетті түрде 5-6 сағат суытуымыз керек. Суығаннан кейін бірақ дастарханға ұсынуға болады. Осымен біздің Орео пирогымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер де сіздерге видеом ұнаған болса, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұржамал.